Сәлем достар, біз бүгін сіздермен духовкада жасалатын тауық пен гарниріне күріш жасайтын боламыз. Тауықтардан ең алдымен осындай тесіктер жасап, тіліктер жасаймыз. Одан кейін олардың арасына чеснокты салатын боламыз. Осыдан кейін майонез бен кетчупты немесе қаймақты араластырып, үстіне чеснокпен араластырып соус жасаймыз. Осы соусты тауығымызға жағып, жарты сағатқа маринадтап қоямыз кемінде. Егер көбірек тұрса, одан да дәмдірек болады. Табаны майлап, тауықтарымызды орналастырамыз. Осы уақытта көкөністерімізді кесе береміз. Картопты, сәбізді және пиязды дөңгелектеп турап, оған тұз, бұрыш, паприка араластырып, сұйық май араластырып, тауықтардың қасына орналастырамыз. Тауықтар мен көкөністерді осылай табаға орналастырғаннан кейін пешке қызып тұрған духовкаға 180 градуста 1 сағат 20 минут пісіреміз. Тауықтар духовкада пісіп жатқанда күрішті пісірумен айналысамыз. Қызып тұрған табаға жақсылап жуылған күрішті салып, оның үстіне қайнаған су құямыз. Күріш пен судың мөлшері 1-ге 1,5 болу керек, яғни 1 кесе күріш салсаңыз 1,5 кесе су құюыңыз керек. Тұздап және сұйық май құйып, бір қайнап араластырғаннан кейін өте жай отта бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Міне 20 минутта пісті де күрішіміз өте аппақ, егер жақсы жуылған болса, орташа піскен, қатты езілмеген болып шығады. Осы уақытта тауығымыз да духовкадан пісіп шығады. Өте оңай әрі дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.